Алдыңғы апта көлеңкенің не екеніне шолу жасадым, ал бұл аптада көлеңкеге толығырақ тоқталамын. Яғни көлеңкенің негізгі бөліктері ол детальдар, қарапайымдау және түс. Детальдардың дұрыс орналасуы, көлеңкенің дұрыс түсуі және қарапайым болуы, қоршаған ортаның түсіне сәйкес болуы өте маңызды. Біз қарапайым түрде ең бірінші көлеңкенің қай жақтан түсетіні және қай жақта орналасатынын дұрыстап білуіміз керек. Көлеңкенің бағыты және түсетін кеңістігі біз үшін ең маңызды элементтер. Ал ең бірінші детальдар. Біз көлеңке түсетін объекттің бөлігінде детальдардың аз болуын және көлеңке түскен кезде оның бір қалыпты қарапайым болуын қадағалауымыз керек. Яғни мен осы аптада үйренгенімдей, детальдар көлеңке түскен бөлікте аз болады және көлеңке түскен бөліктің детальдары аз болады. Ал үшіншіден, көлеңкеге тағы бір қатысы бар нәрсе оның дұрыс түсуі және сонымен қатар дұрыс түспен боялуы. Яғни көлеңке жылы жақта жылы түспен, су жақта суық түспен, ал жарық аз жақта қоңырлау түспен боялуы өте маңызды. Міне менің осы аптада үйренген барлық көлеңке туралы мәліметтерім осы видеода.